Сәлеметсіңдер ме? 223 топ. Бүгін бізде сендермен салық және салық салу пәні сабағы. Яғни ол сабақтан біз сендермен өткен сабақта өткен қосылған құн салығы бойынша бүгін есептер шығаратын боламыз. Яғни өткен сабақта сендер қосылған құн салығының толық дәрісін жазыңдар. Ол жерде қосылған құн салығы бойынша салық салынатын объектіні, қандай айналымда салық салынуға жатылады, қандай айналымда салық салуға жатқызылмайтынын, одан кейін жаңағы қосылған құн салығы бойынша салық төлеушілер кімдер екен, кімде салық төлеуші болып табылмайтынын, және осы қосылған құн салығының салық ставкасын, яғни ол 12% және 0%дық салық ставкасы осыларды жазыңдар, және қосылған құн салығын төлеу мерзімдерін барлығын лекцияда жазып алдыңдар. Енді одан кейін тағы да бір тақырып жазыңдар, ол қосылған құн салығынан босатылған айналымдар. Яғни қандай айналымдар қосылған құн салығы бойынша салық салынуға жатқызылмайтын айналымдар екенін барлығын жаздыңдар. Яғни қазір өздерің білесіңдер, бізде сабақта уақыт барлығы шектеулі, сондықтан уақытты созбай бірден осы бүгінгі тақырыпқа көшейін. Яғни бүгінгі бізде қосылған құн салығын есептеу әдістері. Бұның да өткендегі берілген дәрісте осы асты жағында осы формулалар кездескен. Яғни осы формуланың барлығын сендер дәптерлеріңе жазып алғансыңдар. Сондықтан бүгін бірден осы формулаларды жазбай-ақ бірден есептерді шығаруға көшеміз. Яғни қосылған құн салығы өздеріңіз белгілі болып тұрғандай 4 әдіспен анықталады. Ол жай әдіс, барабар әдісі, бөлек есептеу әдісі және салық салынатын импортты анықтау әдісі арқылы есептеледі. Яғни осының барлығын сендер дәптерлеріңе жазып алған болатынсыңдар өткен жолы. Енді жай әдіс, ол жерде жаңа қосылған құн салығы, бюджетке төленетін қосылған құн салығын анықтау үшін қосылған құн салығы алынған минус қ-сы төленген. Енді қосылған құн салығы алынған қалай анықталады? Ол салық салынатын айналым көбейтеміз 12%-ға және оның барлығын бөлеміз 112%-ға. Мұнда салық салынатын айналым дегеніміз не деп отқан шығарсыздар? Яғни салық салынатын айналым дегеніміз ол кәсіпорындардың кірістері, табыстары, пайдалары, немесе қандай да бір қызметтер көрсеткеннен алынған ақша қаражаттар, соның барлығы кәсіпорынның салық салынатын айналымы болып есептеледі. Яғни келесі сабақта біз сендермен осы салық салынатын айналымды анықтау деген тақырып өтетін боламыз. Ол жерде жаңағы алдыңғы тақырыптардағы секілді осы кәсіпорынның жалпы кірісі, одан жаңағы салық салынбайтын айналымдар болады, оларды шегеріп тастайды. Соның барлығын осы қалай анықтау керек екенін келесі сабақта өтетін боламыз. Және міне 12% салық ставкасы қосылған құн салығының бұл жалпыға бірдей салық ставкасы және 112%-ға бөлеміз. Енді осы жерде осы 112% дегеніміз не деп сұрақ туындап отқан шығар сіздерде. Яғни 112% дегеніміз ол мына қосылған құн салығының салық ставкасына пропорционалды көрсеткіш. Яғни егер қосылған құн салығының салық ставкасы 13% болатын болса, онда бұл жерде 113 болады. Немесе 111 болатын болса, бұл 111 болып өзгертіледі. Яғни қосылған құн салығының салық ставкасына пропорционалды көрсеткіш дейді бұны. Бұл да жаңағы салық сомасын азайту мақсатында қолданылатын коэффициент. Одан кейін жаңағы өздерің жазыңдар, қосылған құн салығының салық ставкалары 12% және 0% болады. 0% кімдерге қолданылады? 0% ол жалпы барлық отандық өнімді сыртқа экспорттайтын кәсіпорындарға. Яғни оларға не үшін? Оларға 0% өзіміздің отандық өнімді, отандық кәсіпорындарды, өз тауарларын, Қазақстанда жасалған тауарларды шет мемлекеттерге еркін шығару үшін ешқандай қиындықсыз және салықтарының сомасын көп болмауы үшін осы қосылған құн салығынан оларға 0% қолданады. Яғни 0% дегеніміз ол жоқ деген. Яғни ондай кәсіпорындар қосылған құн салығын төлемейді деген сөз. Енді ары қарай
ККС төленген, яғни төленген қосылған құн салығы. Ол қалай анықталады? Ол жалпы кәсіпорынның барлық шығындары, ол шығындары кәсіпорын шикізат өнімдерін сатып алған кезде, немесе қандай да бір қызмет түрлерін алған кезде олар шығын шығарады. Мысалы, жаңағы кәсіпорын бір өнім өндіру үшін шикізат сатып алады, немесе қызметтер алады. Соның барлығына осы шығындар есептеледі. Соның барлығы 12%-ға көбейтіледі, және оны тағы да сол 112%-ға бөлеміз. Яғни бұл жерде шығындардың сомасы. Мына жерде табыс кірістердікі болатын болса, мына жерде керісінше шығындарды. Бұл шығындар сомасы неге төленген деп сұрайтын болсаңыздар, ол шығындар, өйткені біз қандай да бір өнімді сатып алған кезде, шикізатты немесе қызмет түрлерін алған кезде, бізге оның барлығында жаңағы счет фактура дейді, счет фактурасы, немесе жаңағы орысша айтқанда накладной дейді, тағы да басқа да тауарларға арналған құжаттар толтырылады. Сол құжаттар толтырылған кезде оның барлығын сендер алдағы уақыттарда толтырасың болсыңдар, көресіңдер. Сол кезде барлығына көресіңдер. Яғни ол жерде барлық тауардың аты жөні, тауардың саны, бір данасының бағасы, құны, яғни және жалпы кәсіпорын қанша сатып алды, соған байланысты жалпы сомасы, және сол жалпы сомаға сол счет фактурада қосылған құн салығы есептелініп кетеді. Түсінікті ма? Сондықтан ол сол қосылған құн салығы төленеді. Яғни тауарды, жаңағы мысалы қандай да шикізатты сатып алып отырған кәсіпорын сол тауарды сатқан кәсіпорынға қосылған құн салығын төлейді. Түсінікті ғой? Енді ары қарай осы енді уақытты созбай осы жай әдіс бойынша есеп шығарайық, мысалы келтіріп, одан кейін ары қарай бара-бар әдісіне көшетін боламыз. Енді есеп номер 1. Ақсай нан комбинаты Цесна астық концернінен 120 мың теңгеге шикізат сатып алды. Соның ішінде ККС дейді. Яғни өздерің білесіңдер, Ақсай нан ол бізде жаңағы нан өнімдерін өндіреді, тағы да басқа ұннан жасалған барлық өнімдер. Ал Цесна концерні өздерің білесіңдер, ұн өнімін өндіреді. Енді Ақсай нан Цеснадан 120 мың теңгеге ұн сатып алды делік. Соның ішінде ККС дейді. Яғни мына 120 мың теңгенің ішінде қосылған құн салығы тұр. Мүмкін бұл жерде сол ұнның нақты өзінің бағасы 110 шығар, 110 мың теңге шығар. Бірақ 10 мың теңге қосылған құн салығы қосылып, соған бұлар бірге қосып жіберіп отыр. Көрдіңдер ме? Сонда Ақсай нан Цеснаға осы ұнның 120 мың теңгемен бірге қосылған құн салығын төлеп жүр. Оның бәрін қазір анықтайтын боламыз. Ары қарай Ақсай нан комбинаты шикізатты өңдеп, дайын өнім шығарды. Яғни ұннан нан жасады. Сол дайын өнімді сатудан Ақсай нан комбинаты 180 мың теңге табыс алды. Соның ішінде ККС. Яғни Ақсай нан ұннан нан жасады. Сол нанды сатып, олар 180 мың теңге табыс тапты делік. Сол осы 180 мың теңгенің ішінде қосылған құн салығы бар. Енді бізге табу керек Ақсай нан комбинатының бюджетке төлейтін қосылған құн салығының сомасын жай әдіспен анықтауымыз керек. Енді барлықтарыңызға 1 минут уақыт берейін, есептің берілгенін жазып алыңыздар, одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Ал балалар, жазып алған болсақ, енді есептің шешуіне көшейік. Яғни бізге жай әдіспен есепте деп тұр. Жай әдіспен есептеу үшін бірінші бізге жай әдісте ең бірінші бізге табу керек. Яғни жай әдіс бойынша қосылған құн салығы бюджетке төленетін сомасын анықтау үшін ККС алынған, ККС төленген. Яғни бірінші біз ККС алынғанды, одан кейін ККС төленгенді анықтап алуымыз керек. ККС алынған салық салынатын айналым, яғни табыс кірісті көбейтеміз 12%-ға, оның барлығын бөлеміз 112%-ға.
немесіндегі жазып қойдым. Яғни қ-сы алынған 180, яғни алынған, яғни кәсіпорын табыстапты ғой міне. Нанды сатқаннан олар табыстапты 180-ді көбейтесіңдер 12%-ға, оның барлығын бөлесіңдер 112%-ға тең. Мына жерде мен бос қалдырып отырмын қазір. Тез осыны маған өздерің шығарып жауабын шығарыңдар. Мен қазір 10-15 секундтан кейін жауабын жазамын. Жарайды балалар, бұның жауабын өздерің шығарасыңдар, жазасыңдар. Менде жауабы барлығы жазылып тұр өзімде. Сосын маған кері байланыс кезінде жібересіңдер. Сол кезде мен оны тексеремін. Одан кейін біз қ-сы төленгенді анықтаймыз. Яғни қ-сы төленгенді анықтау үшін міне 120 мың теңге. Бұл 120 мың теңге не еді бізде? Басында біз Цесна концернінен шикізат сатып алғанбыз. Яғни шикізат сатып алдық, яғни бізден шығын кетті. Бұл шығынымыз. Шығындардың сомасын 120 мың теңгені көбейтеді 12%-ға, бөледі 112%-ға. Және бұның да жауабы шығады. Жоқ, мынаны жауаптарын жазып отырмасам болмайтын секілді. Яғни бұл жердегі жауабы 19.286 шығады. Барлықтарында осылай шыққан шығар деп ойлаймын. Сандар барлығында көрінікті болсын. Ал мына келесісінде қ-сы төленгенде 12.857 шықты. Енді біз екеуінде анықтап алдық. Міне 12 жаңа кәсіпорын Ақсайынан, Цеснадан тауар сатып алғанда 120 мың теңге. Осы 120 мыңның ішінде мына 12.857 теңгесі ол қосылған құн салығы сонымен бірге төлеп жіберген. Енді соны осы 12 мың теңгені қайтадан 2 рет төлеме үшін оны шегеріп тастайды. Өйткені оларына 120 мың теңгеге тауар сатып алды. Және сол тауар сатып алып шикізатты олар 180 мың теңге пайда тапты. Көрдіңдер ме? Сонда олар жаңағы арасында қанша табыс тапты? Сол осы 180 мың ішінде осы 120 мың теңге де осының ішінде бар деген сөз. Сондықтан осының ішіндегі мына 12 мың теңге қосылған құн салығын қайтадан 2 рет төлемес үшін олар оны шегеріп тастайды. Яғни 19.286 минус 12.857-ні тең болады. Тең болады 6429 теңге болады. 6429 теңге. Міне, сонда Ақсайынан енді бюджетке тек қана 6429 теңгені ғана төлейтін болады. Түсінікті ме? Өйткені олар негізі олардың жалпы бюджетке төлейтін сомасы 19.286 болған. Бірақ оларына соның ішіндегі 12 мың теңгесін алдында Цеснадан шикізаттар сатып алған кезде төлеп жіберді. Және енді содан қалған сомасы олардың 6429 теңгені қана бюджетке аударады. Ал мына 12.857 теңгені Цесна компаниясы бюджетке аударатын болады. Түсінікті ме? Енді ары қарай есеп 2. Есеп 2-нің берілген жазып ала қойыңдар. 1 минут уақыт берейін. Есеп номер 2. Кәсіпорынның жалпы айналымы 8.641.000 теңге. Соның ішінде салық салынбайтын айналымы 2.500.000 теңге. Тауар жеткізушілерге 3.250.000 теңгеге есеп шот ұсынылды. Яғни осы бізде қазір шығын ретінде алынады.
яғни бұл әдіс бойынша біз жаңағы екінші есепте кәсіпорынның бюджетке төлейтін қосылған құн салығының сомасын бара-бар әдісімен анықтаңыз деп тұр. Енді екінші әдіс бара-бар әдісіне барамыз. Бара-бар әдісі бойынша ең бірінші біз салық салынатын айналымды тауып алуымыз керек. Яғни салық салынатын айналымды тауып алу үшін біз кәсіпорынның жалпы айналымнан алып тастаймыз салық салынбайтын айналымды. Міне, яғни салық салынатын айналымды анықтаймыз. Ол үшін бізде жалпы айналымымыз қанша? Міне кәсіпорынның жалпы айналымы 8 миллион 641 мың теңге. Осыны азайтамыз. Салық салынбайтын айналым міне 2 миллион 500 мың. 2 миллион 500 мыңды азайтқан кезде ол жерде уже 6 миллион 141 мың теңге шығады. Енді ары қарай үлес формула бойынша біз үлес салмағын анықтауымыз керек. Үлес салмағын анықтау үшін салық салынатын айналымды жалпы айналымға бөлеміз, оның барлығын көбейтеміз 100-ге. 100% емес, жай ғана 100-ге көбейтеміз. Яғни мына жерде үлес салмағы дегеніміз не деген сұрақ туындап отырған шығар. Яғни өздерің білесіңдер, үлес немесе орысша айтқанда доля дейді. Жалпы айналымның ішінде осы салық салынатын айналымның пайыздық үлесі қанша екен? Яғни пайыздық долясы қанша екен? Насколько процентов он имеет вес, долю в общем объеме. Яғни оны түсіну үшін мен сендерге диаграмма дайындап қойғам. Мына жалпы шеңбер 100% дейге. Соның ішінде міне көкпен салық салынатын айналым дейді. Міне салық салынатын айналым көкпен белгіленіп тұр, ал қызылмен салық салынбайтын айналым. Яғни бұл жерде осының бәрі көрсетеді. Енді осы пайыздық көрсеткіште қанша екенін анықтау керек. Осы міне үлес салмағы дейді. Яғни процентпен шығады, проценттік көрсеткіш болады. Соны үлес салмағы, яғни долясы деп айтады. Түсінікті ме? Енді келеміз. Үлес салмағын анықтау үшін мен есепке келейін. Міне кәсіпорынның салық салынатын айналымы ол міне қазір ғана шығардық. 6 миллион 141 мың теңге болған. 6 миллион 141 мың теңгені 8 миллион 641 мың теңгеге бөліп 100-ге көбейтеміз. Сонда шықты 71% шықты. Барлықтарыңда калькуляторларыңда да осылай шықты деп ойлаймын. Енді ары қарай формула бойынша қ-сы есепке жатқызылған дейді. қ-сы есепке жатқызылғанын анықтау үшін қ-сы төленгенді көбейтеміз салық салынбайтын айналымның үлесіне. Мына жерде салық салынатын айналым, ал мына жерде салық салынбайтын айналымның үлесі. Яғни ол үшін бізге ең бірінші мына бұл жерде қ-сы төленгенді анықтап алу керек. қ-сы төленгенді анықтау үшін есеп номер 2. қ-сы төленгенді анықтау үшін мен тауар жеткізушілерге 3 миллион 250 мың теңгеге есепшот ұсынылды. Есепшот, бағана айттым мен, шығындардың барлығы қандай да шикізат алған кезде есепшот, шот фактура, накладной тағы да басқа сияқты құжаттар толтырылады. Міне есепшот. Осы 3 миллион 250 мыңды 12%-ға көбейтеміз және оны бөлеміз 112-ге. Шығады бізде 348 мың 214 теңге шықты. Енді осыдан біз қ-сы есепке жатқызылғанды анықтаймыз. қ-сы есепке жатқызылғанды анықтау үшін міне қазір төленгенді анықтап алдық. Міне 348 мың 214-ті көбейтеміз салық салынбайтын айналымның үлесіне. Ол үшін жаңағы диаграмма тағы барайық. Біз міне жаңа үлес салмағын анықтағанда салық салынатын айналымның үлесі 71% болған анықтап алдық. Енді сонда 29 дегеніміз қалған пайыз ғана. Яғни жалпы 100% болатын болса, салық салынатын айналымның үлесін анықтаған кездегі шыққанды 100-ден азайта саласыңдар болды. Сонда мына жердегі шығады. Яғни бізде 100-ден 71-ді азайтсақ, мына жерде бізде 29 шығады. Сол 29%-ға көбейтесің. Сонда 100.982 шығады. Енді қ-сы бюджетке анықтау үшін бірінші біз қ-сы алынғанды анықтап алуымыз керек. Енді мына жерде қателік кетіпті. қ-сы төленген емес, мына жерде қ-сы алынған болу керек.
Ол жаңа салық салынатын айналымды көбейтесіңдер 12%-ға. Ал бізге өздерің білесіңдер, міне салық салынатын айналымды анықтағанбыз, ол 6.141.000 теңге. 6.141.000 теңгені көбейтесіңдер 12%-ға, бөлесіңдер 112%-ға. Сонда шығады 657.964 теңге шықты. Енді қ.қ.с бюджетке анықтаймыз. Яғни қ.қ.с алынғаннан, яғни мына жерде тағы да айтам, қателер жазылып кетіпті. Бұл жерде қ.қ.с алынған болу керек. 657.964-тен қ.қ.с есепке жатқызылған азайтасыңдар. 100.982-ні тең болады 556.982. Яғни кәсіпорын бюджетке 556.982 теңге қосылған құн салығын төлейді. Яғни осы екінші әдіс бойынша. Енді үшінші әдіс бөлек есептеу әдісі. Және бұл жерде өздерің байқағандай ешқандай формула жоқ. Бұның формуласы тура мына жай әдістегіндей формула. қ.қ.с бюджетке анықтау үшін мына қ.қ.с алынғаннан қ.қ.с төленгенді азайтып тастайды. Одан тура осы секілді қ.қ.с алынғанды анықталады, қ.қ.с төленгенде шығынды. Енді бірақ бұл жерде бөлек есептеу әдісіндегі бір өзгешелік, мына жерде біз қ.қ.с төленгенде шығындардың жалпы сомасын барлық шығындарды қосып бірақ есептей салып жүрдік қой. Ал бұл жерде әр шығындағы қосылған құн салығын жеке-жеке есептейді. Мысалы жаңағы материалдар үшін шығын шығарады, шикізаттар үшін шығын, соның барлығын материалды бөлек есептейді. Шығындарға жаңағы шикізаттарға кеткен шығындарды бөлек есептейді, соның барлығы бөлек жеке-жеке есептейді. Сондықтан бұны бөлек есептеу әдісі дейді. Егер осы бойынша түгел түсінікті болса, үшінші есепті сіздер өздеріңіз шығарыңыздар. Үшінші есептің берілгені міне. Яғни кәсіпорын келесі есепшоттар ұсынды. Яғни ол бірінші материалдық ресурстар үшін 750.000 теңге, көлік шығындары үшін 280.000 теңге, коммуналдық шығындар үшін 180.000 теңге. Яғни егер тура осы есепті біз бірінші әдіспен, жай әдіспен есептейтін болсақ, онда мына барлық соманы қосып, соны жалпы шығындар сомасын ала салатын едік. Ал бөлек есептеуде көрдіңдер ме, әрқайсысын жеке-жеке көрсетеді, жеке-жеке есептейді. Және кәсіпорынның табысы 1.253.103 теңге. Табу керек, кәсіпорынның бюджетке төлейтін қ.қ.с сомасын бөлек есептеу әдісімен анықтаңыз дейді. Мен сендерге мына жерде барлығын бастап жазып қойдым. Тек қана сендер осылардың барлығын есептеп шығарып, және ең соңынан қ.қ.с бюджеткені анықтау керек сендерге. Яғни қ.қ.с алынған, міне, кәсіпорынның табысын 12%-ға көбейтесіңдер, оны 112-ге бөлесіңдер, шығады. Одан кейін міне көрдіңдер ме, әр шығынға бөлек-бөлек қосылған құн салығын есептейді. Бөлек-бөлек. Ал егер жай әдісте болғанда мына 750.000 қосу, 280.000 қосу, 180.000 жалпы соманы қосып алып, солардан барып қосылған құн салығын шығара салар еді. Бұл жерде бұл бөлек есептеу әдісі. Сосын ең соңында қосылған құн салығы бюджетке анықтайсыңдар. Ол үшін қосылған құн салығы алынған минус қ.қ.с төленгенді алып тастайсың. Ал мына қ.қ.с төленген дегеніміз мына 3 сома шығады ғой сендерден. Материалдардан, көліктен, коммуналдық осы үшеуінде шыққан сандарды қосасыңдар жалпы, сол қ.қ.с төленген болып есептеледі сендерде. Түсінікті ме? Егер түсінікті болса, осыны шығарасыңдар. Сосын маған осыны жауабын жазып, дәптерлеріңді суретке түсіріп, осы видео материалды жүктеп алған жерге саласыңдар. Одан кейін мен сендерге тағы да қосымша үйге тапсырмалар, есептер беремін. Әр әдіс бойынша бір-бір есептен берем. Сол есептерді шығарып, маған оны ертеңге дейін қайтадан сол білім порталына жүкте қоюларыңыз керек. Мен сол бойынша баға қоям. Ал бүгінгі жазғанды және үшінші есептің жауабын барлығын дәптерлерін жазғандарыңды суретке түсіріп, бүгін кешке дейін білім порталына жүктеңдер. Өйткені мен журналға баға қойып шығуым керек. Егер барлығы түсінікті болса, барлығы ойлаймын түсінікті болды деп, олай болса, сау, саламатта болыңдар.